Құрметті ата-аналар, 89 жылдық тарихы бар номері 26 Жамбыл атындағы мектеп гимназиясында 2023-2024 оқу жылында оқушыларды бірінші сыныпқа қабылдайтын ұстаздарды назарларыңызға ұсынамыз. Жүсіпова Жумагүл Сериковна, педагог шебер, еңбек өтілі 21 жыл, үздік мұғалім төсбелгісімен марапатталған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен, республикалық, облыстық және қалалық білім басқармасының марапаттарының иегері. Сүлеймбекова Ақкенже Асановна, педагог зерттеуші, 30 жыл педагогикалық еңбек өтілінде 2020 жылы үздік ұстаз қалалық байқауының 2-ші орын иегері. Республикалық ғылыми жобада оқушысы 2-ші орынмен марапатталды. Шымкент қалалық білім басқармасының алғыс хатымен, Шымкент қалалық дарын орталығының мақтау қағазымен марапатталған ұстазымыз. Баймахан Ләззат Олжабайқызы, педагог зерттеуші, үздік авторлық бағдарлама байқауының жеңімпазы атанып, Шымкент қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығының 1-ші дәрежелі дипломымен марапатталған. Самұрық математикалық зияткерлік олимпиадасының жеңімпазы. Дайындаған үшін алғыс хатпен марапатталған. Тұртаева Гүлбайра Тұрлыбековна, еңбек өтілі 20 жыл. Оқушылары самұрық математикалық зияткерлік олимпиадасына қатысып, мектепішілік мақтау қағазымен, мектепішілік семинарларға қатысып, алғыс хаттармен марапатталған мұғаліміміз. Жандаралы Гүлнұр Сатыбалдықызы, еңбек өтілі 18 жыл, мектепішілік, қалалық түрлі олимпиадаларға қатысып, алғыс хаттармен марапатталған. Оқушылары қалалық олимпиадаларға қатысып, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталған ұстазымыз. Даутова Мадина Қайратқызы, педагогикалық өтілі 8 жыл, педагог-модератор. 2020 жылы қалалық мұғалімдер олимпиадасында жүлделі 2-ші орынмен марапатталған. Самұрық математикалық зияткерлік олимпиадасына оқушылар дайындаған үшін мектепішілік мақтау қағазымен, мектепішілік семинарға қатысып, алғыс хаттармен марапатталған ұстазымыз. Сырман Манзура Нұрлыбекқызы, 2016 жылдан бері мектепте ұстаз болып қызмет етіп келеді. Қалалық тамыз педагогикалық оқуында құнды баяндама жасағаны үшін Шымкент қалалық білім басқармасының мақтау қағазымен, қалалық мұғалімдер олимпиадасына қатысып, 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталған.